Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 7-ші сынып алгебрасының 24-ші сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы екі айнымалысы бар сызықты теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешу. Екі айнымалысы бар сызықты теңдеулерді графиктік тәсілмен шығарғанда мына алгоритм қолданылады. Яғни біз ең алдымен бір координата жазықтығында әр теңдеудің графигін салып аламыз. Және де одан соң теңдеулер графиктерінің қиылысу нүктесінің, егер әрине қиылысатын нүктесі болса, координатасын тауып аламыз. Және соңғы орындайтын амалымыз жүйенің жауабын айнымалылардың мәндерінің жұбы түрінде жазамыз. Осы алгоритмге мысал келтіретін болсақ, ең алдымен екі айнымалысы бар сызықты теңдеулер жүйесін бір жазықтықта сызып көрсетейік. Мысал үшін, y-2x тең 0, 2x қосылған y-4 тең 0 деген екі теңдеулер берілген болсын. Ал енді біз бұларды функцияларға түрлендіру үшін y-ті бір жаққа қалдырып, қалған айнымалыларды теңдіктің екінші жағына өткізейік. Сонда y тең 2x, y тең минус 2x плюс 4 деген функцияларды аламыз. Яғни бұл сызықты функциялар, өйткені y тең kx қосылған b деген сызықты функцияның жалпы түрін естеріңізге түсіретін болсаңыздар, бірінші жағдайымызда k-ның мәні 2-ге тең, ал b 0-ге тең болып отыр. Ал екінші жағдайда k-ның мәні минус 2-ге тең, ал b-ның мәні 4-ге тең болып отыр. Сол себепті x-қа 2 мән беру арқылы енді y-тің 2 мәнін тауып алайық. Сол арқылы екі нүктенің координаталарын белгілеп аламыз. Мысал үшін, ең алдымен y тең 2x-қа және y тең минус 2x қосылған 4 деген екі сызықты функциямызды жазып алайық. Бірінші функциямызға егер x-қа 0 беретін болсақ, y-тан 0 болатынын жақсы білесіздер. Сол себепті бірінші функцияның графигін координаталар басынан өтетінін білеміз. Яғни x пен y 0-ден 0 болатын нүктеден өтеді. Сол себепті бұған байланысты кез келген тағы бір нүктені тауып алған жеткілікті. Яғни, мысал үшін x-қа біз 1-ді беретін болсақ, 2-ні 1-ге көбейтеміз, y 2-ге тең болады. Сонда x 1 болған кезде y 2-ге тең деп айтамыз. Ал екінші функцияға x-тің 2 мәні арқылы y-тің 2 мәнін табатын болсақ, x-қа 0 берсек, y 4-ге тең болады. Ал x-қа 2-ні беретін болсақ, онда y 0-ге тең болады. Сонда біз жаңа айттық, бірінші нүктеміз x-қа 0 болған кезде y-тан 0 болады деп. Оны O нүктесі деп белгілейтін болсақ, ал x 1-ге y 2-ге тең болатын нүктені A нүктесі деп алайық. Сол сияқты x 0-ге y 4-ге болатын нүктені B нүктесі, x 2-ге y 0-ге тең болатын нүктені S нүктесі деп белгілеп алатын болсақ, бұл нүктелерді координаталар жазықтығына былай сызамыз. Көріп отырсыздар, ең алдымен біз 0-де 0 деген нүктені қарастырайық. Ол деген O нүктесі жазылып отыр. X-та y-та 0-ге тең мәні. Ол нүктені белгілеп алдық. Одан соң A-ның x-та 1-ге, ал y-та 2-ге тең мәнін қарастырайық. Яғни x 1-ге мына жерде мәнге тең, ал y 2-ге мына жерде мәнге тең. Екеуінің қиылысы бізде мына бір A нүктесін береді. Олай болса, біз оның екеуінің қиылысында бір нүкте белгілейміз, және де O және A нүктелерін қиып өтетін түзу жүргізетін болсақ, біз мына бір графикті аламыз. Ал келесі кезекте B және S нүктелерінің координаталарына байланысты қалай сызғанымызды түсіндіріп берейік. Алдымен B нүктесі. X 0-де y 4-ге тең болады. Яғни B нүктесінің координатасы 0-де 4. X 0 болатын нүкте мына жер, ал y 4-ге тең болатын нүктесі мына жер. Сол үшін бұл екеуінің қиылысқан нүктесі мына 4-ті белгілеп аламыз. Оны B арқылы белгілейміз. Содан соң x 2-ге тең болса, y 0-ге тең болу керек. Мына жерде көріп отырсыздар, x 2-ге тең, ал y 0-ге тең. Бұл жердің екінші S нүктесін белгілейміз. Ал B және S нүктесін екеуінде қиып өтетін түзу жүргізетін болсақ, біз y тең минус 2x қосылған 4 функциясының графигін сызған боламыз. Сонда көріп отырсыздар, бұл екі функция A деген нүктеде қиылысып отыр. Яғни A-ның координаталарын естеріңізге түсіретін болсаңыздар, x 1-ге тең, y 2-ге тең мәнінде бұл функциялар қиылысып отыр, яғни екеуіне ортақ нүкте болып отыр. Осылайша біз
екі айнымалысы бар мынандай сызықты теңдеулер жүйесінің жауабын айта аламыз. Біз қарастырған екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесінің жауабы 1-де 2-ге тең екен. Яғни x 1-ге, y 2-ге тең болған кезде мына теңдіктер орындалады. Екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін қарастырайық. Яғни көріп отырсыздар, y және x деген екі айнымалысы бар, және олар өзара жүйе болып отыр. Ол үшін ең алдымен барлығын y арқылы өрнектеп жазып алайық. Яғни бізде бірінші теңдеуді 2y тең болады. Мына жақта x-ті теңдіктің жағына өткізсек, оң таңбамен өтеді. Екіні де өткізсек, ол да оң таңбамен, яғни плюс болып өтеді. Сонда 2y тең x қосылған 2 болып түрленеді. Ал y тең 0,5x азайту 1-ді өзін қайтып жазып аламыз. Енді жоғарыдағы теңдеудің екі жағында бірдей санға бөлінетін болсақ, оның мәні өзгермейтінін жақсы білесіздер. Сол себепті y-тің алдындағы коэффициенттен құтылу үшін теңдіктің екі жағында 2-ге бөліп жіберейік. Сол кезде 2y-ті 2-ге бөлетін болсаң y шығады, x-ті 2-ге бөлетін болсаң 0,5x болады, және 2-ні 2-ге бөлетін болсаң 1 болады. Осылайша біз y тең 0,5x плюс 1 деп түрлендірдік. Ал екінші теңдеуді y тең болады 0,5x минус 1-ді өзін қайталап жазамыз. Көріп отырсыздар, бұл енді сызықты функцияның формуласына келіп отыр. К-ның мәні 0,5-ге тең, ал b-ның мәні 1-ге тең. Олай болатын болса, бұл екі функцияның енді графигін сызатын болсақ, ең алдымен оларға екі мән беру арқылы y-тердің мәндерін алып алайық. Яғни y тең 0,5x плюс 1, y тең 0,5x минус 1 деген екі функциямыз берілген. X-қа екі мән беру арқылы y-тің екі мәнін тауып алайық. Мысал үшін, мына x-ің орнына 0 қоятын болсақ, 0,5-ті 0-ге көбейтеміз, 0 болады, 0-ге 1-ді қосақ, y 1-ге тең болады. Яғни x 0-ге тең болған кезде y-тің мәні 1-ге тең болады. Ал бұл жерге 2 қоятын болсақ, 0,5-ті 2-ге көбейтетін болсаң 1 болады. Ал 1-ге 1-ді қоссаң 2 болады. Яғни x 2-ге тең болса, y та 2-ге тең болады. Ал екінші функциямызда x-қа 0 қоятын болсақ, 0 минус 1 минус 1-ге тең болады y. Ал x-қа 2 қоятын болсақ, 0,5-ті 2-ге көбейтетін болсақ 1 болады. 1-ден 1-ді азайтатын болсақ 0 болады. Яғни x 2-ге тең болған кезде y 0-ге тең болады. Және осы нүктелер бойынша графиктерді тұрғызатын болсақ, мынандай бір графикті аламыз. Ең алдымен 0,5x плюс 1 функциясының графигін қалай тұрғызғанын түсіндірейін. Алдымен бірінші нүктені қарастырайық. X 0 болғанда y 1-ге тең. Мінекей x 0, ал y 1-ге тең мәні мінекей. Бірінші осы нүктені тауып белгілеп алдық. Одан соң x 2-ге тең болған кезде y-тің 2-ге тең мәнін қарастырайық. Көріп отырсыздар, x-тің 2-ге тең болған мәні мына жерде, ал y-тің 2-ге тең мәні мына жерде. Екеуінің қиылысы мына бір нүкте. Бастапқы тауып алған нүкте мен соңғы тауып алған нүкте арқылы түзу жүргізетін болсақ, мына бір графикті аламыз. Ал y тең 0,5x минус 1 функциясының графигін қалай тапқанын түсіндіретін болсам, бастапқыда x 0, y минус 1-ге тең болатын нүкте. X 0-ге мына жерде, ал y минус 1-ге мына бір нүктеге тең болады. Сол себепте екеуінің қиылысы ретінде минус 1-ді аламыз, және осы жерде бір нүктемізді белгілеп аламыз. Екінші нүктеміз x 2-ге, ал y 0-ге тең. Яғни мына жерде көріп отырсыздар, x-тің мәні 2-ге тең, ал y-тің мәні 0-ге тең. Екінші нүктені белгілеп алдық. Бірінші және екінші нүктелер арқылы өтетін түзу жүргізетін болсақ, y тең 0,5x минус 1 деген функцияның графигін сызамыз. Көріп отырсыздар, бұл жерде екі функцияның да графиктері бір-бірімен қиылысып тұрған жоқ. Демек, ешқандай ортақ қиылысып тұрған нүктелері болмаса, бұл жүйенің шешімі жоқ деп айтамыз. Яғни, егерде екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін шешкен кезде, олардың графиктері бір-бірімен қиылыспайтын болса, демек олардың ортақ шешімдері болмайды. Сол себепті мұндай кезде қиылыспайтын кезінде шешімі жоқ деп жазамыз. Және соңғы мысал. Y тең минус 3x минус 2 тең 0, 2y тең 4 минус 6x. Алдымен жоғарыдағы теңдеуімізді y арқылы өрнектеу үшін
3x пен 2-ні теңдіктің екінші жағына өткізейік. Сол кезде y тең 2 минус 3x болады. Яғни 2 плюс болып өтті, ал 3x минус болып өтеді. Осылайша түрлендіріп алдық. Ал енді осы екі функцияның графигін сызу үшін x-қа 2 мән беру арқылы y-тің 2 мәндерін тауып алайық. Алдымен y тең 2 минус 3x және 2y тең 4 минус 6x функцияларының 2 мәнін тауып алайық. Ол үшін x-қа 2 мән береміз. Бірінші функциямызда x-қа 0 беретін болсақ, мына жерде 3-ке 0 көбейтсек 0 болады, y-іміз 2-ке тең болады. Сонда x 0 болса, y 2-ке тең болады. Ал x-қа 1 беретін болсақ, 3-ке 1-ді көбейтеміз 3, 2-ден 3 тазайтасың, минус 1 болады. X-қа 1 берсек, y минус 1-ге тең болады. Осылайша екі нүктенің координаталарын тауып алдық. Ал келесі функциямызға екі нүктелердің координаталарын табатын болсақ, ең алдымен x-қа минус 1 беріп көрейік. Минус 6-ға минус 1-ді көбейтетін болсақ, плюс 6 болады. 4-ке плюс 6-ны қоссақ, 10 болады. Сонда 2y 10-ға тең болатын болса, y-тің өзі 5-ке тең болады. Оны жазып аламыз. Және де x-тің орнына 2 қойып көрейік. 6-ны 2-ге көбейтетін болсақ, 12 болады. 4 минус 12 минус 8-ге тең болады. 2y минус 8-ге тең болатын болса, y-тің өзі минус 4-ке тең болады. Сонда x 2 болған кезде y минус 4-ке тең болады. Енді, олай болса, осы нүктелер бойынша бұл функциялардың графиктерін координаталар жазықтығына сызып көрейік. Алдымен бірінші функцияның нүктелерін қарастырайық. x 0 болған кезде y 2-ке тең. x 0 нүкте мына жерде, ал y 2-ке тең болатын нүктесі мына жерде. Бірінші нүктені белгілеп алдық. Ал екіншісі x 1 болған кезде y минус 1-ге тең болады. x 1 болған нүкте мына жерде, ал y минус 1-ге тең болған нүкте мына жерде. Екеуінің қиылысу нүктесі мына жер. Сол кезде бірінші тапқан нүкте мен екінші тапқан нүкте арқылы түзу жүргізетін болсақ, мына бір графикті аламыз. Ал енді екінші функцияның графигіне мән берейік. x минус 1-ге тең болған кезде y 5-ке тең. x минус 1-ге мына мәнге тең, ал y 5 болатын мән мына жерде. Екеуінің қиылысы мына бір нүктені береді. Ол нүктені белгілеп алдық. Ал x 2-ке тең болған кезде y минус 4-ке тең нүкте. Мына жерде x 2-ке тең, ал y минус 4-ке мына жерде тең. Екеуінің қиылысы мына бір нүкте. Минус 1-де 5 және 2-де минус 4 нүктелерін бір-біріне қосатын болсақ, біз мына бір түзуді тағы да аламыз. Яғни, біз қарастырған екі теңдеудің графиктері бір-бірімен беттесіп жатыр. Өйткені, бірінші функцияны 2 еселесек, біз екінші функцияны аламыз. Яғни, бірінші функцияны 2-ге көбейтетін болсақ, онда бізде екінші функцияның мәні шығады. Сол себепті, олардың графиктері де бір-бірімен беттесіп жатыр. Соған байланысты, мұндай екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесінің шешімдерін өте көп деп табамыз. Өйткені, мына түзудің бойында өте көп сан мәндері бар. Сол себепті бұл жерде жауабын шексіз көп деп айтамыз.